Бацхан уу? Налагчуудаа хайрдаг мэдчилгээ үргэлж маань үргэлжилж байна. Өнөөдөр бол 6 дугаар сарын 5-ны өдрөө нартад мэндэлсэн нандан сайхан өдөр төхөж байгаа. Охин аягуулынх нь хүсэлтээр хайртай ээж Камиш таньда өсгөж өндийлгсэн баярлалаа. Та минь эрүүл инх саруул сайхан байгаараа хэмээн илгээсэн маш гоё гинтийн бэлгийг уламжлах гэж байна. Охинтой болсон онцгой гоё өдрийн мэндийг хүргэж ачлалтай сайхан ээжийг нь маш гоё гинтийн бэлгээр баярлалцгаая. Ой, хамаас апаа гэнэ үү? Орчих уу? Сохоо гайгүй. Амансва. Налагчуудтай хайртай бил. Жақсылықта жандарыңыздан табылатын мереке күндерді құттықтайтын біздің бағдарлама келесі тосын сыйымызда. Бағдарламамыздың төріне Камиш апамызбен жүздесіп отырмыз. Апа, қалыңыз қалай, аман есен жатсыз ба? Жақсы. Не жаңалығыңыз бар, апа? Денсаулығыңыз мықты? Денсаулық жақсы, жаңалық енді аман есен отырмыз ғой әйтеуір. Апам аң-таң болып жатыр. Мына мөлдір қызға не болған, немене гүл болып кетті, немене бічлік болып кетті деп аң-таңсыз ба? Қайдан кеп қалды деп. Апа, бүгін алтын чайдың 5-і. Қандай күн? Бүгін енді кіші қызымның туған күні ғой, Айгүлдің. Басқа енді білмеймін баяғы, аман есен отырғанымыз ғой енді. Онда мен сізге Айгүлдің туған күні құтты болсын деп құттықтайын деп келіп отырмын. Бұл шаңырақтың ұйытқысы болған асылда ардақты ана сізді бүгінгі Айгүл есімді әдемі қызды тәрбиелеп, бағып, бұл өмірдің бар бақытына жеткізген мерекеңіз құтты болсын деп арнайы құттықтайын. Енді бұл сыйлық кімнен деп сұрамайым ғой, онсыз да иесі анық. Таңертеңнен бері маған жалғап еді. Мөлдір бүгін менің туған күнім. Мен кем жоқ. Мені асырап баққан бір жақсы кемпір бар ғой, сен білесің. Сол кісіні бір қуантып, әдемі бір тойлағым келеді деді. Арнайы қолыма гүл ұстатты, тағы да айта алмай жүрген жүректегі сөзін маған жеткізіп бер деген тапсырма берді. Сондықтан бірінші Айгүліміздің туған күні құтты болсын деп бастайық. Бүгін мен туған күнім. Бұл өмірдің есігін ашқан күнім. Тағдырдың маған берген ең үлкен сыйы әрқашанда менің қасымнан тағылатын, жақсылықта да, жамандықта да жанымнан ешқашан күдірін үзбеген, асылда ардақты сіз бардың арқаңызда мен осы күнге жеттім ғой. Барлық үшін сізге рахмет. Осы жасқа дейін талай-талай жағдайлар басымнан өсті, бірақ та сіз менің қасымда болдыңыз. Сіздің арқаңызда мен адам болып осы күнге жеттім. Рахмет сізге. Мен үшін тар құрсағыңызды жібітіп, құр емшегіңізді маған жібітіп, 5 ағайымнан бастап осы өссін, адам болсын деп маған барлығыңызды арнаған сізге рахмет. Сіздерде асыл әкем барына, сізде асыл анам барына мен ризамын. Тағдырдың маған берген ең үлкен сыйы анашым, сізге мың алғыс деп бастайық. Менің анамның жоқтығын білдіртпегесіз, әкенің жоқтығын да білдіртпегесіздер. Осындай берекелі шаңырақта мен бұл өмірдің ең бақытты жаны болып өстім, өндім, өзім де енді ана болдым. Рахмет, әлемнің жарығын сыйлап, менің көзімді ашып, осы күнге жеткізген барлығы сіздердің арқаларыңыз. Бүгінгі мереке сіздікі құтты болсын. Бағып қағып осы күнге жеткізген Айкөңіздің атынан. Мама, жанарың қандай сенің жып-жылы. Мама, көзіңе малынғандай күн нұры. Апау, ана деген қашанда адамға ыстық емес пе? Енді айтып жатыр, 5 ағайымда мені алақанына салған, маған бауыр етім балам деп мені бауырына басып алған, мен өмірдің ең бай адаммын деп жатыр. Ананың мейірімі мен әкенің жылулығына шалқып балқып осы күнге дейін жеткен адаммын деп жатыр. Ол кісілердің артында қарыздармын деп жатыр. Енді Айкөңіз тосып жүр, дәл сіз сияқты сол көзінде жас та жүр екен. Қуанып мөлдір бардың ба деп жалғап жатыр ғой. Қазір ананы көріп отыр, өзінде бір құттықтап қайтсаңыз, көңіл күйіңіз қалай? Мен айтқанымыз енді Айкөмді жұдырықтай күннен шаранасынан жайқап асырап алғам, бөтендігі жоқ. Өзімнің 7-ші, 4-ші қызым деп өсіріп алдым. Алла бөлек демесе, мен бөлек демеймін жарық. Қызымның баласы Алла да біледі, адам да біледі.
енді әдемі аман есен 4 құрсағы бар, өз үй семьясы бар, әдемі өсті ғой, адам болып жүр ғой деп ойлаймын енді баяғы. Астар енді аман есен ары қарай жүре берсін, бақытты болсын, бала шағаның қызығын көрсін деп тілеп жүрем баяғы. Осында енді қарғам, саған көптен көп рахмет бүгін. Ай күн теріс туған күні деп отырғанда мені қуантып жатырсың, мені қуантсан, Алла сені қуантсын ары қарай. Аман болып, жақсы болып әлде. Үлкен семья, үлкен отау болып, балалардың қызығын көріп жүрсін деп тілеймін ғой енді. Бәрінен де жалғыз Айко емес қой енді. 2-3 баламның бәрі аман болсын деп тілейміз. Ананың тілегі сол ғой енді баяғы. Енді өзінің туған күнінде сізді қуантып жатса, ол саналы ұрпақтардан екені мәлім апа. Енді осындай саналы болып өсуіне сіздің арқаңыз өте көп қой. Бұл Налайхандағы аз ғана қазақ, соның ішіндегі Молқының шаңырағы. Енді сіз үлкен кемпір болдыңыз ғой Молқының. Сондықтан атамызбен бірге бақытты күндеріңіз көп болсын. Сол балалардың қызығын көріңіз. Анашым менің шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Аман болыңыз, балаларыңыздың қызығын көріңіз. Айгүл ханымның туған күні құтты болсын. Енді осы балдарымды жеткізіп бізді үстіп қуантып жүрген саған да көптен көп рахмет. Сенің де отбасын аман болсын, балалардың қызығын көр, жұмысын табысты болсын ары қарай. Енді басқа бәріне де енді амандық тілейін. Енді тіпті Налайхандағы өзім теңдес кемпірдерім де бар, достарым да бар. Бәріне енді амандық тілеп, Алла тағаланың жақсылығын бала шағамызға бере берсін, дендері сау болсын деп тілеймін. Мен басқа Айгүлге көптен көп рахмет. Қарғам енді мені бүйтіп, мен қуанттан ба десем, ол мені оны жатқанда енді көп рахмет, енді көптен көп рахмет. Береке белді